Саламатсыздар ма? Саламатсыздар. Балалар, бүгін біздер зерттеу жұмысын жүргіземіз, иә? Зерттеу жұмысын жүргізбес бұрын біздер алдымен қауіпсіздік ережесін сақтауымыз керек. Қауіпсіздік ережесін сақтай отырып, біздер алғашқы тәжірибемізді бастаймыз, иә? Біздің алғашқы тәжірибеміз шарды үрлеу деп айтылады. Ол шарды үрлегенде, мына ыдысымызға біздер қазір сірке суын құямыз. Ыдысымызға сірке суын құямыз. Енді осы сірке суын құйғаннан кейін шарымыздың ішіне біздер ас содасын үйде пайдаланамыз. Ас содасын мамаларымыз пайдалана ма? Тамақ пісірген мамамыз пайдаланады, иә? Сол ас содасын шардың ішіне саламыз. Балдар, мен не салып жатырмын? Ас содасын салып жатырмын, шардың ішіне. Ас содасын салып жатырмын шардың ішіне. Қазір осыны салу арқылы біздер қазір шарымызды қазір осы баклажкаға кигіземіз. Мен сіздерге біреуін көрсетемін. Сосын сіздер солай жасаймыз, иә? Кигіздік қой, баклажкаға. Енді ас содасын саламыз. Қараңдар, балдар. Не болды? Шарымыз не істеп жатыр? Үріліп жатыр. Себебі бұның ішіндегі қысым арқылы шарымыз үріліп жатыр, иә? Енді бәріміз шарымызды баклажкаға, енді шарымыздың ішіндегі ас содасын баклажкаға салайық. Баклажканы ұстап тұрайық. Енді жіберіңдер, шарларын жіберіңдер салғаннан. Ұстап тұр баклажканы. Не істеп жатыр шарымыз, балалар? Шарымыз үріліп жатыр ма? Не істеп жатыр шарымыз? Үріліп жатыр. Қараңыз, қандай әдемі. Шарымыз ішіндегі қысыммен үріліп жатыр, иә? Балалар, енді стақанға суды құйдық қой. Енді үстінен калий марган сопка деген бар ғой, марган сопканы саламыз, иә? Соны үстіне саламыз. Судың түсі өзгеріп жатыр ма? Иә. Қараңыз, балдар, судың түсі қандай? Өзгеріп жатыр. Алдымызда қасығымызды алып, суымызды араластырайық. Суымызды араластырайық. Суымыздың түсі өзгерді ме? Иә. Өзгерді, иә? Балалар, суымыздың түсі бояу салғаннан кейін қандай болды? Күлгін болды. Енді осыған мына жерде сірке суы бар, иә? Сол сірке суын құямыз. Ол емес, ол мына сірке суы. Осы құя ғой. Мына құятын. Елназын. Осы сірке суын құямыз. Сірке суын құямыз да, тағы да араластырамыз. Араластырып жатырмыз ба? Суымыздың түсі өзгерді ме, балалар? Иә. Жоқ, өзгерген жоқ қой. Енді осыған мына жерде сутегі тотығы бар. Соны құямыз екінші ыдысымыздағы. Екінші ыдысымыздағы сутегі тотығын құямыз. Енді суымызды араластырамыз. Қараңыз, балалар. Қараңыз, қандай өзгеріс болды? Қандай түске өзгерді? Ақ түске өзгерді, иә? Ақ түске өзгерді. Суымыздың түсі қайтадан қалпына келді ме? Иә. Қалпына келді. Дилназікі де қалпына келді міне қайтадан. Көрдіңдер ме? Бүгінгі жасаған зерттеу жұмысы ұнады ма? Иә. Кішкентай зерттеушілермен жүргізілген
зерттеуімізді қорытындылай келе, әртүрлі тәжірибелерді жасау арқылы балалардың танымдық және зерттеушілік дағдыларын қалыптастырдық, және де балаларды ізденімпаздыққа, жаңашылдыққа, тапқырлыққа баулыдық. Сонымен қатар қауіпсіздік ережесі сақталды.